Бүгінгі тақырып Моңғол империясы құрамындағы Қазақстан. Бірінші сұрақ: Бату немесе Батый ханның батыс жорықтары, Алтын Орданың құрылуы. Бүкіл Моңғол құрылтайында Бату ханның басшылығымен батыс елдеріне жорық жасау туралы шешім қабылданды. Бату әскерінің үлкен бөлігі қыпшақтардан жасақталды. Моңғолдар бүкіл әскердің 1/3 бөлігін құрады. Моңғол қолы 1236 жылы шабуылға шықты. 1241 жылы көктемде Бату жасақтары Европа әскерлерін талқандап, Адрия, яғни Адриат теңізіне шықты. Алайда ұлы хан Үгедейдің өлімі туралы хабар естігеннен кейін моңғолдар кері қайтты. Яғни Адриат теңізі деп отқанымыз, міне, Италияны көріп тұрсаңыздар, соның шығыс жағындағы мынау теңіз. Сонда Бату бастаған 1236 жыл Бату бастаған жорықтардың негізінде осы жерлердің бәрі мына Адриат теңізіне дейінгі жерлердің барлығы жаулап алынып, жағы Үгедейдің қайтыс болғаны туралы хабар береді. Сіздер білесіздер, Шыңғыс ханнан кейін мынау Моңғол империясын басқаруға Шыңғыс ханның 3-ші ұлы Үгедей отырған болатын. Міне сол Үгедей ханның өлімі туралы хабар келгеннен кейін, мына Адриат теңізіне келген Бату жасақтары кері шегінеді, кері қайтады. Бату Еділдің төменгі ағысына қайта оралып, Алтын Орда атымен белгілі болған өзіне тиесілі аймақты қалпына келтірумен айналысты. Ол Еділдегі әдемі қала Сарайды салды. Бұл қала Алтын Орданың орталығына айналды. Яғни есте сақтаймыз, Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаған бұл Бату. Бату құрған Алтын Орданың астанасы Еділдің жағасындағы Сарай деген қала болған. Бату ханның 1236-1242 жылдардағы жаугершілік соғыстары Еуразияның саяси картасын өзгертті. Тарихта алғаш рет Ертістен Дунайға дейінгі ұлы даланың бүкіл кеңістігі бір ғана Жошы әулеті иеліктерінің құрамына енді. Жошы, естеріңізде болса, бұл Шыңғыс ханның үлкен ұлы, осы Батудың әкесі. Міне, мына картадан көріп тұрғандарыңыздай, Шыңғыс ханның өзі кезінде, мына моңғол руларын біріктіріп, міне, Моңғолияның осы территориясында құрған мемлекеті өзінің жаулау әрекетінің нәтижесінде, жаулаушылық жорықтардың нәтижесінде мына сары түспен берілген территория, бұл Шыңғыс ханның кезінде жауланған территориялар. Ал қалған территориялар оның ұрпақтары, көріп отырсыздар, оның ұрпақтары одан да үлкен территорияны бағындырған болатын. Міне, оның ұрпақтарының бағындырған территориясы. Және мынау Ертіс міне Қазақстанның осы тұсындағы өзен. Осы Ертістен Дунайға дейінгі территорияда Алтын Орда құрылған болатын. Еділ өзені, көріп тұрсыздар, міне Еділ өзені. Осы Еділ өзенінің бойында Сарай қаласында Алтын Орданың астанасы орналасты. Моңғол империясының 1/4 бөлігін Жошы ұлысы құрады. Оны неден де картадан да көріп тұрсыздар, Моңғол империясының 1/4 бөлігін, яғни үлкен бөлігін осы Жошы ұлысы құрады. Оңтүстігіндегі шекарасы Сырдария орта ағысы және Амударияны қамтыды. Бату әскерлері талқандаған орыс князьдықтары Алтын Ордаға тәуелді болды. Орыс князьдары хандардың қолынан князь етіп тағайындау туралы жарлықтар алып, салық төледі. Алтын Орда жер көлемінің кеңдігі жағынан орта ғасырдағы ірі мемлекеттік құрылым болды. Алтын Орданың басты бөлігін түркі тайпалары, негізінен қыпшақтар құрады. Алтын Ордада моңғолдардың өзі өте аз болды. Қазақстан аумағында қалған моңғолдар 14 ғасырға қарай толықтай түркіленді. Алтын Орданың негізін қалаушы Бату хан барлық ханзадалардың үлкені ретінде саналып, жоғары беделге ие болды. Ол Алтын Ордада 1227-1255 жылдары билік етті. Қыпшақтар Батуды Сайын хан, яғни ақылды хан деген сөз, Сайын хан деп атады. Батудан кейін оның інісі Берке хан
билік етті. Берке хан 1257-1266 жылдары билік етті. Ол хандардың ішінде бірінші болып ислам дінін өзі қабылдады. Моңғол ортағына тәуелсіз саяси жүргізе бастады. Оның тұсында қала құрылысы қарқынды жүргізілді. Жаңа орда Сарай Берке қаласы салынды. Яғни дәл сол Еділдің бойында Астананы Сарай Берке деген басқа қалаға ауыстырды. Хан, яғни Берке хан, Парсы елі мен Мысырдың ғалымдары, яғни Египеттің ғалымдары, діниелерін, ақындарды, Хорезмнен қолөнершілер мен көпестерді шақыртты. Шығыс елдермен сауда және дипломатиялық байланыстар біршама жанданды. Берке хан билік еткен кезде Алтын Орда мен Мысыр ресми түрде елшілік алмасты. Мысырда Қыпшақ даласынан шыққан Бейбарыс сұлтан билік жүргізген болатын. Мысыр, сіздер мына картадан көріп тұрсыздар, бұл мына Африканың солтүстігіндегі мемлекет. Бұл кезде бұл мемлекетті сұлтан Бейбарыс басқарып тұрған болатын. Өзі Қыпшақ болып табылады. Асқан қабілетінің арқасында Бейбарыс құлдан мемлекет басшысына дейін көтеріліп, қолбасшы және қайраткер ретінде тарихқа енді. Алтын Орда саяси дербестікті Бату ханның немересі Мөңке Темір билік еткен тұста алды. Есте сақтаймыз. Саяси дербестікті, яғни тәуелсіздікті. Ол жошы ұлысының билеушілерінің ішінен бірінші болып өз атынан теңге соқтырып жарлықтар шығарды. Яғни өз атынан теңге соқтырып жарлықтар шығару бұл толық тәуелсіздіктің белгісі. Сонымен 13 ғасырдың 60 жылдарынан бастап жошы ұлысы жалпы империялық орталықтан бөлініп, әлемдегі ең ірі бай дербес мемлекетке айналды. Бұл 13 ғасырдың 60 жылдары. Келесі сұрақ: мемлекеттік құрылымы. Шыңғыс ханның алтын ұрпағы кез келген өкілінің ордадағы хандыққа құқығы бар еді. Яғни Шыңғыс ханның тікелей ұрпақтарының. Ол лайықты деп танылып, сұлтандар құрылтайында бекітілген жағдайда хан бола алды. Шыңғыс ұрпағына жатпайтын кез келген адамның хан болуға құқығы болмады. Мемлекетте ханнан кейінгі келесі үлкен тұлға бұл Беркелербек болатын. Ол әскерлердің бас қолбасшысы және сыртқы саясат басшысы болды. Маңызды мемлекеттік істерді шешу үшін құрылтай шақырылды. Атқарушы биліктің органы болған диуан қаржы саласын, салық жинауды, ішкі саясатты басқарды. Диуан басында уәзір тұрды. Есте сақтаймыз. Орган диуан, ал диуан басшысы уәзір болды. Мемлекеттің екі бөлікке, яғни оң және сол қанатқа бөлінуі Бату хан билеген кезде жалғасты. Оң қанат Еділ бойынан Дунайға дейінгі аумақты қамтыды. Оның орталығы Еділдің төменгі ағысында орналасты, оны Бату ұрпағынан шыққандар басқарды. Ал сол қанат бұл шығыс Дешті Қыпшақ пен Сырдария алқабының жерлерін алып жатты. Мұнда жошының үлкен ұлы Орда Ежем мен оның ұрпақтары билік етті. Сол қанаттың орталығы Сығанақ қаласы болды. Ұлыстар өз кезегінде жекелеген иеліктерге бөлінді. Оларға жошының басқа ұлдары билік жүргізді. Мәселен, жошының ұлы Шайбан Қазақстанның солтүстік батыс жерлерін иеленді. Барлық аумақта ортақ құқықтар, ережелер Шыңғыс ханның жасағы басшылыққа алынды. Ислам ықпалының күшеюіне байланысты мұсылман құқығы, шариғат біртіндеп ене бастады. Алтын Ордада салық жинау жүйесі құрылған болатын. Халық әскерді, жаушыларды керек-жарақпен қамтамасыз етуге, пошта бекеттерін ұстауға да міндеттенді. Салық жинауды басқақтар іске асырды. Олар ханның жаулап алған елдердегі өкілдері еді. Басқақтың жанында қарулы жасақ болды. Ол үнемі қала сыртында орналасты. Олар орыс князьдықтарында татар слободасы деген атпен белгілі болды. Егер қандай да бір князь ханның жарлығын орындамаса, немесе салықты төлемесе, онда басқақ өз қарулы жасағымен жазалауға шықты. 13 ғасырдың соңынан бастап алым салық жинау жергілікті ақсүйек қауымы арқылы жүзеге асырыла бастады. Мәселен, орыс жерінде князьдардың біріне ғана жарлық берілді, ал қалғандары оған бағынуға мәжбүр болды. Хан солар арқылы өзінің бұйрықтарын орнатты. Келесі сұрақ: Алтын Орданың өркендеуі. 14 ғасырдың бірінші жартысында Өзбек хан
оның ұлы Жәнібек билеген тұста Алтын Орда өзінің ең жоғарғы өркендеу деңгейіне жетті. Өзбек ханның билік еткен жылдары 1312-1342 жылдар, яғни 30 жыл бойы биледі. Оның ұлы Жәнібек 1342-1357 жылдары билік етті. Өзбек хан Батудың ұрпағы болатын. Замандастары оны кісілігі мол, даңқты да ержүрек адам ретінде сипаттайды. Ол бірнеше тілді білді. Өзбек хан 1312 жылы исламды Алтын Орда мемлекетінің ресми діні етіп біржолата бекітті. Орталық билікті күшейтіп, құрылтай шақыруды тоқтатты. Нақ осы Өзбек хан билік еткен жылдары деректерде алғаш рет өзбектер мемлекеті деген сөз тіркесі пайда болды. Алтын Орда билеушісі Өзбек ханның есімі біртіндеп жошы ұлысы халқының атауына айналды. Өзбек хан керуен саудасының дамуына көп көңіл бөлді. Орда Батыс Европа, Кіші Азия, Мысыр, Үндістан, Қытай елдерімен қызу сауда жүргізді. Сауда жолдары тек қауіпсіз ғана емес, қолайлы болды. Генуя мен Венецияның сауда өкілдіктері ашылды. Яғни Генуя, Венеция деп отқан, сол кездері Италияны көріп тұрсаңыздар, Италия бытыраңқы мемлекет болатын. Онда әртүрлі бірнеше қала өзінше жеке жаңағы мемлекет болатын. Міне осы саудасы мықты дамыған Генуя мен Венецияның өкілдіктері, осы сауда өкілдіктері Өзбек хан тұсында осы Алтын Ордада болған болатын. Енді мемлекет қала құрылысының өркендеуіне ықпалын тигізді. Сығанақ және отырар қалалары қайтадан ірі қолөнер мен сауда орталықтарына айналды. Отырарда 13 ғасырдың 30 жылдарының өзінде ақша сарайы жұмыс істеді. Бұл сарай 3 түрлі теңге, яғни алтын динарлар, күміс дирхемдер, мыс фелістер шығарды. Бұдан басқа 13-14 ғасырлар кезеңінде көптеген жаңа қалалар пайда болды. Кейбір қалалар халқының саны жағынан әлемдегі ірі қалалар қатарына қосылды. Алтын Орда қалалары қамал қорғандарының болмауымен ерекшеленді. Яғни сыртында ірі қамал қорғандар болған жоқ. Марко Полоның айтуынша, қалаларға әскердің кіруіне кедергі жасамау үшін қамал қабырғалары мен қақпалар болуына рұқсат етілмеді. Енді Алтын Орданың құлауына келетін болсақ, Жәнібектен кейін таққа оның ұлы Бердібек отырды 1357-59 жылдар. Бердібек билік құмар және өте қатал болған. Ол тақ үшін таласта бәсекелестерін жойып жіберіп отырды. Соның нәтижесінде Батудың тікелей ұрпақтарынан ешкім қалмады. Алтын Ордадан нәубет кезеңмен сарай төңкерістері басталды. 1359-1379 жылдар аралығында билікте 20-дан астам хан ауысты. Осы саяси кикілжің барысында жошы ұлысы аумағында бірқатар тәуелсіз иеліктер құрыла бастады. 14 ғасырдың екінші жартысында Алтын Ордадан Орда еженің ұрпақтары бөлініп, Ақ Орда ұлысын құрды. Ал 1380 жылы Алтын Орда билеушісі Мамайды Куликов шайқасында Мәскеу князі Дмитрий Донской әскері талқандады. Міне көріп тұрсаңыздар, мынау Мәскеуге жақын тұста, мына Куликова шайқасында Дмитрий Донской әскері осы Алтын Орданың әскерін бастаған Мамайды осы Куликова шайқасында жеңген болады 1380 жылы. Мамайдың жеңілісін пайдаланып, Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Ордадағы билікті тартып алды. Тоқтамыс, Шыңғыс хан ұрпағы Тоқтамыс хан осы Мамайдың жеңілісін пайдаланып, Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Ордадағы билікті тартып алады. Әскери жеңістермен өз билігін нығайтуға ұмтылған ол 1382 жылы Мәскеуді өртеп, орыс князьдарының салық төлеуін қалпына келтірді. Көп уақыт өтпей Тоқтамыс жошы ұрпақтарының барлық иеліктерін біріктіріп, елде мықты билік орнатты. Алайда Әмір Темір Тоқтамыс билігіндегі Алтын Орда мен Ақ Орданың бірігуін өз мемлекетіне төнген қауіп ретінде қарастырды. Міне алдарыңызда Әмір Темір, яғни кезінде Тоқтамысты қолдаса, енді күшейген Тоқтамысты өзіне қауіп деп қарастырып, Тоқтамысқа қарсы күресті бастайды. 1389, 1391, 1395 жылдардағы үш жорық нәтижесінде Әмір Темір Алтын Орданы талқандады.
Алтын Орданың барлық қалалары қиратылды, сауда мен қолөнер құлдырады. Өрт құшағында өте құнды және сирек кездесетін қолжазбалар жанып кетті. Әмір Темірдің осы тонаушылық жорықтарынан кейін Алтын Орда құлдырау кезеңін бастан кешірді. 1395 жылы тақтан түскен Алтын Орда ханы Тоқтамыс 1404 жылы Түмен қаласы маңында қаза тапты. 15 ғасырдың 50-70 жылдары Алтын Орда мемлекеті толықтай құлады да, оның иеліктері орнында бірнеше жаңа түркі мемлекеттері, яғни Ноғай ордасы, Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары құрылды. Олар кейін Орыс мемлекетінің құрамына енді. Енді келесі сұрақ, моңғол шапқыншылығының салдарына тоқталатын болсақ, тұтастай алғанда кез келген соғыс сияқты моңғол шапқыншылығы да басып алынған елдердің материалдық және рухани мәдениетіне орасан зор апат әкелді. Қалалар және ауылдармен бірге мәдениет ошақтары, кітапханалар жойылды. Араб тарихшысы Ибн аль-Асир моңғол шапқыншылығына былай деп баға береді: бұл күн мен түн жаратылғанынан бастап адамзат білмеген қасірет болды. Жылнамаларда осыған дейін мұндай апат сипатталмаған. Моңғол басқыншылығы кезінде оңтүстік Қазақстанның егіншілік және қала мәдениетіне орасан зор зиян келтірілді. Мал табындары, егістіктер мен бау-бақшалар тапталды. Бұл жетісу қалаларының экономикалық әлеуетіне нұқсан келтірді. Басқыншылықтың басқа да салдары болды. Моңғол шапқыншылығы түрлі тайпалардың одан әрі араласуына ықпал етіп, Евразия тұрғындарының антропологиялық келбетіне өзгеріс енгізді. Моңғол империясы бұрын бытыраңқы болған тайпаларды біріктіруге жағымды рөлде атқарды. Моңғолдар өздерінің орталықтандырылған билігі арқасында империяда ұсақ бөліктердің пайда болуына жол бермеді. Моңғол билік орындары халықаралық қатынастардың дамуын ынталандырды. Бірыңғай жәмшік қызметін енгізді. Пошта бекеттерін салып, ауқымды кеңістікте хабар-ошар тарату жағдайын жақсартты. Салық жинау үшін тұрғындардың жалпы санағын жүргізді. Ортақ ақша бірлігін енгізді. Бұған дейін шалғай жатқан халықтар арасында сауда және мәдени байланыстар өрістеді. Бартольд пен Гумилев және басқа да белгілі тарихшылар моңғол империясы құрылуының маңызды рөл атқарғандығы туралы қорытындыға келді. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.